Ол өте жақсы нәрсе бұл өте. Мен мысалы, мен өз еңбегіммен өскен адаммын. Өз еңбегіммен ешқандай поддержкасыз. Бірақ көкем болды, 2 миллион долларым болды, басқа ештеңем болған жоқ менің. Құрметті ректор мырза. Сіз ғой ректор. Сіз проректор. Аузыңыз қалмай. Сіздің түріңіз көп қаттырақ келеді ректорға. Мынаға қарағанда. Иә. Мынанікі бір жарасиясы кеп тұрсыз. Сіз де кеп тұр. Ал енді тексеруден өттіңіздер. Жақсы деген баға алдыңыздар. Сессиялар уақытында жабылған. Ақшалар уақытында жиналған түгелімен. Қарыз құрыз деген жоқ. Міне осы жарты жылдықтан аман-есен өткендеріңіз құтты болсын. Ой, рахмет. Бұл не? Қарақат бұл. Мынау қарақат па? Иә. Мен қарақат жақсы көреді, қайдан білдіңдер? Енді біз білеміз ғой, алыңыз. Хорош жайды, бәрекелді. Ал, ауыз тиеге. Не вот, министр Вилка ма? Сумасшедшая! Курдақ па? Не дей ма? Не. Нанды ма? Шашлик па, шашлик? Шашлик. Қалай болды? Не болды? Не болды жаңа ғана? Жақсы ма? Оңбағандар, не істеп отырсыңдар? Не істеп қойдық енді? Су десем, менюң не сенің ес алам? Деп атқаннан кейін меню сұрап жатыр ма дедіңіз? Шашлигің не? Ес алам? Ет жегісі келіп жатыр Ет жегім, шашалып жатырмын ғой, қақалып, өлейін деп, ауа жетпей. Кешіріңіз. Знаешь, какой-то бір қарақат үшін өліп кете жаздадым. Бәле қайда бассаң аяғың астына деген осы. Құдай-ай, кім ойлаған? Мына жігітке рахмет қайта. Осы жігіт болмағанда өліп кететін ем қазір. Бұл кім бұл жігіт өзі? Студентіміз ғой біз. Студент қой деді. Лидер студент. Бізде ең жақсы оқиды. Рахмет, лидер десе лидер екенсің. Рахмет. Пидерден гөрі лидер дұрыс қой? Айналайын. Атың кім? Асылжан. Ақшолпан? Асылжан. Асылжан. Рахмет. Өзің жас болсаң да талабың зор екен айналайын. Бірден шешім қабылдап кеттің. Мына екеуі отыр, біреуі шашлик, біреуі меню деп. Студент құрылып жақсыңдар. Академик еще, бір университеттің академигі. Профессор, ректор, проректор. Хренов. Жанұяңның атынан рахмет. Гулечка күтіп отыр ғой мен үйде. Рахмет, Гулечканың атынан рахмет саған. Болашағымның атынан рахмет. Бүкіл министерствоның атынан рахмет саған. Қос палата, сенат және парламенттің атынан саған рахмет. Айналайын, рахмет. Қандай ел ағасын құтқарып қалдың сен? Айналайын. Саған алғысым шексіз. Қалай білдірсем болады? Вот саған қалай білдірсем болады алғысымда? Оны қой беріңіз. Дипломда береміз. Сессиясына өткіземіз. Жоқ, ол аз ол. Аз. Мұғалім қоямыз. Мұғалім емес. Оның арманы бар шығар, тыңдамаймыз ба? Арманы бар шығар. Жігіттің армансыз жігіт бола ма? Иә. Асылжан, арманың бар ма айтшы? Министр көке, құлағыңыз қайтайшы. Құпия ма? Иә, құпия. Мен құпия сақтай аламын. Құпия сақтай аламын. Құлағыңыз айтайын. Ректордың қызы? Сонда сөз болды ма? Ал. Ректор мырза. Сіздің қызыңыз бар екен ғой. Қалай? Мынау лидер жігітке, мені құтқарып қалған жігітке қызыңызды бересіз бе? Енді министр мырза, мен ректормын. Какой-то студентке қалай берем? Болмайды. Басқа жолы бар. Құрметті Асылжан бауырым, бүгіннен бастап осы университеттің бір факультеттің деканы болдыңыз. Құтты болсын. Құтты болсын. Бола ма? Бола. Декан. Декан. Ректор мырза, деканға қызыңызды бересіз ба? Енді ойлап қараңызшы. Мен ректормын. Иә. Бұл декан.
какой-то деканға ректор қызын. Жоқ, бере Болмай ма? алмаймын. Өткенде проректор сұрап келгенде де бермеген болды ғой. Иә, рас. Мен барған кезде какой-то проректорға деп. Болмай ма енді? Тең-теңмен тезек қабымен деген. Ол да бар ғой, ол да бар. Қазақтың ол сөзден аттап кете алмаймыз. Енді амал жоқ. Не істейміз, декан мырза? Болмайды деп жатыр. Болмайды. Айттым ғой сізге. Орындай алмайсыз дедім. Ара тұрыңыз. Асылжан, қасыма келші. Кел қасыма. Асылжан, бүгіннен бастап осы университеттің ректоры. Құтты болсын. Ал, проректор мырза. Қалай? Ректорға қызыңызды беретін шығарсыз енді. Ал енді ректорға беруге болады. Бәрекелді, мінекей. Құтты болсын, құтты болсын. Жастар бақытты болсын. Ал, ректор мырза. Проректордың қызына қашан құда түсіп барамыз? Қашан алып кетеміз? Енді министр мырза. Иә. Енді ректор басымен. Какой-то мына проректордың қызын алады дейсің ба? Ай, енді арманым сол деп едіңіз ғой. Арманым сіздің қызыңыз министр мырза. Какой-то ректор? Министрдің қызын сұрап отырма сонда? Оңбаған бабыне, кәт бар. Мынаны оқудан шығарып жіберіңдер. Шығарып жіберіңдер. Қалай ректор мырза, орныңызға қайтып отырыңыз. Қайтадан ректор болдыңыз. Министр мырза. Мен ше. Проректор қайтадан. Міне, армандар орындалады деген. Иә. Енді орнына келді. Армандар орындалады. Қарағаттан алыңыз. Жоқ, рахмет. Өздерің жей беріңдер. Сен осындасың ба? Жүре бересің. Мен лишний массажист боласың. Арманым орындалады. Замандас. Не болды? Жоқ, біз түскен қойнасы өлең деп отырсың ғой. Қартайған әкей осындай болады. Емделу керек. Ой, емделіп жатырмыз ғой. Не істеп жатсың? Мен ішпеген дәрі қамады, салдырмаған укол қамады, көрмеген дәрі қамады. Оның пайдасы жоқ. Дәрінде ішпек қой, укол салдырмайық қой. Қазақшылықпен емделу керек адам. Қазақшылықпен. Қазақшалығында жасап жатырмыз. Не істедің? Емшіге, тәуіпке бәріне көрдім. Ой, одан эффекті жоқ қой, одан ештеңе болмайды ғой. Жоқ. Әулие аралағанда қатынын көтере алмай жүр ма? Ой, сен де қатыр едігесің. Ой, қазақшалық ем деген болады. Қазақшалық ем. Қарамайсың ба? Қазақшалықпен емделіп жүрсің ғой. Қызығамда саған қарасам. Сені мен мені құрдас деп кім айтады? Мына. Оның сырын айтайын ба? 30-40-тағы жігіт сияқтысың. Әне. Айтсаң айтпайсың ба баяғыдан бері істеп? Айтып жүрмін ғой, өзің істемей жүрсің ғой. Бері қара. Атаң қазақ айтады. Тоқал, 90 ауруға емдейді. Міне. Көрдің ба? Айтпаса, 80 бай, 90 бай, 100 байлар қайдан келді? Емделу керек, қазақшалықпен емделу керек, ей. Ой, тұрмай, иммунитетіңді көтереді, көңіл күйіңді көтереді. Асқа тәбетіңді ашады бұл тоқал. 90 ауруыңды сыпырып алады, жоқ қылады. Раса, ой, ондай дәріні әперетін қатын бала жаға қайда? Ой, сол, жүре бересің бе? Ау. Жан! Ой, киска моя, киска. Месензы, папа. Киска моя, киска, любовь моя, ласточка моя. Не болды, не болды. Не отырсың мынандай қаусапқан қақпастардың қасында? Ой, класстасың ғой бұл менің. Одноклассники же. Қайда барасың? Машина клубқа барасың ба? Караоке. Кет хочется, да? Ой, жаным. Қазір барамыз. Ал, кеттім. Иммунитетімді көтеріп келейін. Ой, құрдас! Ой, мынау! Дәрінің! Қазір шалар жоқ па? Тоқтасай, тоқта!
Чего там, тыныштық? Не болып қалды? Атам қайтыс болыпты. Қайнатаң ба? Қайнатам. О, иманды болсын. Не проблема сол ма? Одан да қиын нәрсе болып тұр ғой досым. Не болды? Анау құрдасыңа естірту керек болып тұр ғой. Әйеліңе ма? Оны естіртетін несі бар оның? Бар да айт енді, жас бала емес қой, түсінеді ғой. Көп қой мысалы талқан таусылған шығар енді. Өлген аттан өлме жоқ. Бекем болды ғой ол, немене ол? Жас бала емес қой, түсінеді ғой. Соны айтатын сонда мен басыма келмей жатыр дейсің ба? Енді не проблема енді? Білесің ғой мен ана құрдасым, мен әйелімнің әкесін қатты жақсы көретін. Оны бірден айтсақ жүрек кетіп қалды мүмкін, Жүрегі нашар ғой. Ты чё? Досым, маған бір ой келді. Жүр кет, мен өзім естіртемін, жүр. Жүр, кет, сақтан кет. Bir нәрсені айта салатын әдетім бар. Жүр, айтамын ғой. Не айтайын деп отырсың? Айтамын, жүрсің. Жоқ, маған айт. Жолда айтамын. Жоқ, маған айтса сені. Ассалаумағалейкум, кім бар еді? Ақма, сәлем, қалайсың? Сәлем. Жақсы ма? Кел. Байың қайда? Бүгін келеді ғой. Бүгін келетін күні вақтыдан. Қалай, жағдайларың жақсы ма? Жақсы. Өздерің? Шүкір, аман есен жүріп алып. Кеп отырсай? Бір өзіңмен әңгіме бір. Негізі мен Галёкқа емес, саған келдім. Тыныштық па? Не болды? Енді бір сондай суыққа барап келдім, Ақмарал. Қорқытпашы, не болды? Екі жағымсыз жаңалығым бар. Біреуі жаман, біреуі одан да жаман. Астапыралла. Что берме айтшы, не болды? Ашуланып кетпейсің ба? Ойбай, айтшы болды. Ана байың бар ғой сенің, Ноқат байың. Галёк. Сол бана Инстаграмда бір қызбен шатасқан ба? Сол қызды тоқал қылып алам деп отыр. Ойбай, немене? Ойбай, мен байын тоқал алам дей ма? Ашуланбаймын дедің ғой, отыр, ашуланбаймын дедің ғой. Ойбай, ашуланып тұрған жоқтым мен тоқал алам дей ма? Одан да жаман жаңалығым бар, отырсай. Ақмарал, өзің бекем бол. Әкең қайтыс болыпты. Ай, не дейді? Қош, жыламашы енді. Жаңа жыламайын дедің ғой, ашуланбаймын дедің, жыламайын дедің. Қош, Ақмарал. Қайтесің? Тұра тұрсың? Не болды? Ана тоқал алам дей ма? Кім? Ана мен байым. Жоқ, әкең өліп отыр қой, әнің. Біліп отырмыз. Кімнің әкесі қайтыс болмай жатыр? Жасы келді, үлкен кісі, өлді. Енді бірақ тірі адам тіршілік жасайды ғой. Соны айтқан ба бағана Галёкқа? Анау қайда? Кім? Ана мен байым. Қайда? Сыртта тұр. Оңбаған сыртта тоқалмен кетіп тұр ма? Кіре алмай тұр ма есікке, сөйтіп сені жіберіп тұр ма? Жоқ, ондай емес. Сондай ма? Жоқ. Айтсай сондай ма? Тұрма есігін алды, қазір тоқалмен қос бар ғой. Шашын талдап, жылайын тұр ма? Ондай ештеңе жоқ.